Қайырлы күн достар, сіздермен Толқын. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін үгітілмелі қамырдан рогалики печеньесін дайындаймыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнның үстіне қантымызды және қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан алынған салқын сары майды ұнның үстіне салып, қолмен жақсылап араластырып, ұнтақ жасаймыз. Сары майды жақсылап ұнтақтап болғаннан кейін бір жұмыртқаны саламыз және қаймақты салып, жақсылап араластырып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ, біріксе жеткілікті. Сары майымыз еріп кетсе, қамыр үгітілмелі болмай қалады. Қамырымыз дайын болды. Енді оны целлофан пакетке салып, кемінде 20 минутқа мұздатқышқа салқындағанша қоямыз. Қамыр салқындағаннан кейін екі бөлікке бөліп, бір бөлігін қайта тоңазытқышқа саламыз. Екінші бөлігін үстелдің үстіне ұн сеуіп, жақсылап жаятын боламыз. Қамырды өздеріңіз қалаған қалыңдықта жайсаңыздар болады. Мен жұқа етіп жайдым. Жайып болғаннан кейін пышақтың көмегімен теңдей етіп кесіп шығамыз. Арасындағы салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Варенье, джем, түрлі жаңғақтар, шоколад, вареный сгущенка салуға да болады. Мен бірақ мейіз салып, солай орап шықтым барлығын. Қамырды ораған кезде пышақпен ортасын кішкене кесіп жеріп ораса, қамырдың ортасы ашылып, үлкен және әдемі болып оралады. Противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, рогаликтерімізді орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Пешті ашып қарап тұру керек, өте жылдам дайын болады. Біздің рогалики дайын болды. Осындай қып-қызыл болып пісіру керек. Бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша қант ұнтағын себуге болады. Мінекей достары, осымен біздің рогалики печеньеміз дайын болып шықты. Өте үгітілмелі әрі дәмді болып шығады. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісемін.